Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшелері Астанадан ерте шығып, Ақмола облысының Аршалы ауданына келді. Комитет төрағасы Снежанна Имашева бастаған депутаттар төтенше жағдай режиміндегі нөмірі 2-ші түзету мекемесінің жұмысымен танысты. Халық қалаулыларының ішінде Марат Башимов, Магеррам Магеррамов, Жарқынбек Амантайұлы, Николай Арсютин, Бақытжан Базарбек, Асқар Садықов, Динара Наумова, Абзал Құспан, Дмитрий Колода, Данабек Исабеков пен Наталья Дементьева бар. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы полковник Қажығали Имажанов болды. Вы знаете, самое важное ведь... Бұл мекемедегі адамдардың көбі есірткі қылмыстар үшін жазаларын өтеуде. Солармен кездесіп, осындай қылмыстардың қалай жасалатыны, олардың алдын алу үшін не істеу керек деген сұрақтар қойылды. Жататын орындары, ішетін астары қалай, соның барлығымен танысып шықтық. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мұндағы адамдардың көбі жай ғана жазаларын өтеп қана қоймай, еңбек етуде. Тігін цехы жұмыс істеп тұр, өз нандарын өздері пісіретін тамаша наубайхана бар. Аяқ киім тігуді де үйренген, темірден түйін түйіп, балалар ойнайтын алаңқайлар жасауда. Қазір біздің комитетте есірткі мен психотропты заттар, прекурсорлардың заңсыз аналымына қарсы бағытталған заңға және әкімшілік кодекске өзгеріс енгізу мәселелері қаралуда. Заң жобалары сапалы әзірленіп, оған тұшымды өзгеріс енгізу үшін жағдайды өз көзімізбен көру үшін келдік. Заңнама және сот құқықтық реформа комитеті депутаттарының жұмыс сапары одан әрі Қарағанды облысында жалғасты. Кеншілер астанасындағы кездесулер отбасына көмек көрсетудің бірыңғай орталығында басталды. Мұнда зорлық-зомбылыққа тап болған отбасы мүшелеріне психологиялық, материалдық және басқа да көмек көрсетіледі. Қарағанды облысы полиция департаментінің бастығы генерал-майор Санжар Әділов өңірдегі қылмыстық ахуалдың тұрақты екенін, халықпен етене жұмыс істеуге бағытталған жобалар туралы баяндады. Поездка у нас запланирована в рамках... Осы сапар аясында біз ішкі істер органдарының жұмысын жетілдірумен байланысты көкейіміздегі көптеген сұрақтарға жауап алдық. Отбасындағы зорлық-зомбылық құрбандарына қалай көмек көрсету керек? Есірткі қылмысының алдын алу, оның жастар арасында кең таралуын тоқтату үшін не істеу қажет? Заңдағы жауапкершілік қай жерде қатаң болуы тиіс немесе керісінше кейбір қылмыстық баптарды әкімшілік бапқа ауыстыру қажет пе? Осы сұрақтарға дұрыс жауап табу үшін халықпен тілдесіп пікірлерін ескеріп отырмыз. Жергілікті жерде сол осы мәселемен қолма-қол жұмыс жасап жатқан мамандардың айтатын негізгі көтеретін проблемалары, мәселелері, сұрақтары бірден жаңа мәжіліске болмаса біздерге жете бермеуі мүмкін. Сондықтан біздер өз аяғымызбен келдік. Жаңа осы жұмыс процесін түгел көріп отырмыз. Осыған байланысты сұрақтарымызды қойып жатырмыз. Қолданыстағы заңнамаға қандай өзгерістер мен толықтырулар қажет екендігін сұрастырып жатырмыз. Депутаттар жұмыс сапары аясында полиция департаментінің кинология орталығына, әділет органдарына тиесілі сараптама орталығына да ат басын бұрды. Материалдық техникалық жарақтандыру деңгейімен танысып, қызметкерлермен сұхбаттасты. Соңғы кездері Қарағанды облысында саққұлақтар тек есірткі мен жарылғыш заттарды іздеуде ғана емес, түрлі ауруға шалдыққан балаларды емдеуге де көмектеседі. Дәрігерлер мұндай терапияның пайдасы зор дейді. Ата-аналар полиция департаментінің осы бастамасына алғыстарын айтты. Одан әрі депутаттардың жұмыс сапары Қарағанды облысының әкімдігінде жалғасты. Здесь наркомания, которая лечится. Есірткі қылмысымен күрес бір күннің шаруасы емес, және оның алдын алу үшін біз қоғам болып бірігіп күрес жүргізіп келеміз. Осы кездесуге келген барлық ата-аналарға, педагогтер мен психологтарға, үкіметтік емес ұйым мүшелеріне, қоғам белсенділері мен заңгерлерге алғысымды айтамын. Есірткі қылмысының алдын алуға бағытталған қаншама бастамалар жүзеге асырылуда. Әлеуметтік желілерде белсенділік мықты. Осының барлығы сіз бен біздің күш біріктіруіміздің арқасында жүруде. Әлеуметтік роликтардың болсын, әлеуметтік желінің болсын, тілін білетін жастар өте көп. Оның үстіне Қарағанды сияқты іргелі елде ондай жастардың көп екендігіне сендім. Сондықтан жаңа ұйымдардың тынысын ашуға көбірек көңіл бөлсеңіздер деген тілегім бар. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ерлан Құсайын жергілікті билік органдарының есірткі қылмысына қарсы жұмысын одан әрі жоғары деңгейде жалғастыруға әзір екенін жеткізді. Заңнама және сот құқықтық реформа комитеті мүшелері келер жылы Кеншілер астанасына келіп, өңір халқымен тағы да жүздессек деген пікірде елордаға қайтып оралды.